рухани әлемі бүтін әйел ғана бақытты әйел ме? Тек Алламен толықтырамыз. Басқа ешкіммен, еш нәрсемен. Сеніммен жаңағы құрметті қалай нығайтсақ болады? Сонда ол подарктер равно қадір ондай емес қой. Олар оны түсінбей тұр да, олар ойлап тұр, ол маған бермесе мен қадірім жоқ деді. Өзін қабылдамаған адам, ата-анасын қабылдамаған адам бұл әлемде ешбір адам қабылдай алмайды екен. Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде ерекше қонақ, көпшілік оқырман, менің өзімнің анам да асыға күткен қонағымыз, және 2022 жылы жыл психологы атанған білікті маман Мәрзия Бекайдар. Ассалаумағалейкум, рахмет үлкен. Қош келдіңіз, шақыртуымызды қабыл алғаныңызға көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Енді оқырмандармен өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қандай жерде білім алдыңыз, қай жерден боласыз жалпы? Мен өзім Шымкент қаласынан боламын. Білімді бірінші алған жерім Кимэп. Өте ұзақ уақыт оқыдым ол жерде, өйткені маған өте қиын болды ол жерді бітірген бала шағамен. Екінші білімім психология. Керемет. Енді иншаллах осы подкаст руханият және руханият әлем не құрайды, және сәбидің жалпы рухани әлемі, отбасындағы руханият тақырыбында бір фокус жасасақ деп отырмыз, солай ниеттен отырмыз, иншаллах пайдалы болады деп түсінеміз. Енді бірінші сұрақ мынадай болсын: әйелдің рухани әлемі не құрайды? Яғни рухани әлемі таза, терең болуы үшін ең маңызды керек фундамент қандай? Бұл фундамент ата-анасымен дұрыс қарым-қатынас па, әлде жаратушысына деген шексіз махаббат па? Мен ойымша оның барлығы. Кез келген адам бұл дүниеде Алланы іздейді, әйел болсын, ер адам болсын, біздің жанымыз тек Алланы қалайды негізі. Біздің ата-анамыз, күйеуіміз, бала-шағамыз, олар бізге берілген осы дүниеде бір өздерінің рөлдерін атқарып жүрген адамдар, инструмент деп айтады. Бұл өмірде мен бармын, Алла бар. Қалған барлық инструмент дейді ғой, Төребек аға айтқан сияқты. Өте қатты осыны айтты маған, осыны әйел адам біліп жүрген кезде, негізі біздің кез келген қарым-қатынасымыз өте оңай болады біз үшін. Әйел адам шаршамаса, әйел адам өзін жоғалтпаса, егер Алламен қарым-қатынас бірінші орында болған кезде, ол әрдайым бүкіл өзін жан ұясына энергиясында береді. Жан ұясында тыныштық та болады. Ол білесіздер ме, бүйтіп айтады, баламен көп уақытын өткізу керек, балаға бүкіл өзінің назарын, уақытын беру керек балаға деп айтады. Мен бүйтіп айтар едім, олай көп уақытыңызды өткізбесеңіз де, егер сіздің жүрегіңіз тыныштықта болса, егер жүрегіңізде иман болса, балаңызға келіп бір-екі айтқан ауыз сөз, оны өзі үлкен ол кісіге, ол сол сіздің балаңызға иман береді, соның жүрегіне бір тыныштық береді. Сонымен деген қарым-қатынасыңыз өте жақсы жерге өзгере бастайды. Сонда әйел адам өзі тыныштықта өмір сүрсе, бүкіл жанұяға сол гармонияны беруге ол өте оңай болады ол кісіге. Сонда бала кішкентай болса да анасының жүрегін сезеді дейсіз ғой? Иә, өте қатты сезеді. Кез келген бала. Енді әйелдің өзінің бір руханияты, өзінің бір иманы, тақуалығы деп айтсақ, осының отбасыға әсері қандай? Өте үлкен. Неге? Өйткені біз білеміз, ер адам бұзылса, жанұя бұзылады, әйел бұзылса, ұлт бұзылады деді ғой. Сондықтан әйел адамда ең бастысы мынандай болу керек екен. Мен кім үшін бұны жасап жүрмін? Мен кім үшін таңертең тұрамын? Мен кім үшін тамақ жасаймын? Кім үшін осы жанұяға мен қызмет етіп жүрмін? Соны есінде сақтап тұрса, сол ой ол кісінің жүрегін тазалайды. Қалай? Өйткені жүрек біздің негізі әр адам өзінің жүрегіне деген әмірі жүрмейді. Мен те өзім жүрегіме әмірім жүрмейді, сіздікі деді, оған тек Алланың әмірі жүреді. Қашан Аллах біздің жүрегімізді, ниетімізді дұрыстап қояды. Біз әрдайым мен кім үшін бұны істеп жүрмін деген сол ойға талпынсақ, сол ойды біз ешқашан есімізден шығармасақ, Аллах уақыт өте жүрегімізге таза ниет беріп қояды екен. Осы таза ниет біздің имандылыққа өте үлкен әсерін тигізеді. Тіпті ниеттің өзін беретін Аллах тағала. Иә, біз ниетімізді даже өзгертуге қиын негізі. Мен айтамын, мысалы бір проект жасаған кезде, Аллахтың разылығы үшін жасаймын деймін да, ортасына келген кезде мен басқа ниетпен мүлдем ниетім өзгеріп кетеді. Қайта өзім есіме түсіремін ниетімді, сөйтіп ойлаймын, неге мен ниетімді даже өзімнің бір жүрегімдегі ниетімді өзгерте алмаймын ғой деп өзіме таң қалатынмын. Сөйтсем,
Аллахтың әмірі жүреді екен менің жүрегіме только. Жүрекке әмір жүрмейді деген бір сөз бар ғой. Шыққан ғой, аха. Күшті. Енді жолдасым, өзім жолдасым отбасылық коуч. Машалла. Рахмет. Оның бір айтқан сөзі бар, ер адамға сенім керек дейді, ал әйел адамға күтім қажет дейді. Осыны енді психолог ретінде айтып кетсеңіз, ер адамға деген сенімді біз қалай көрсете аламыз? Қараңыз, өте қызық. Ер адамның минустарын, күнәларын, жаман қасиеттерін, жаман іс-әрекетін бәрін көріп отыратын кім? Әйелі. Ең жақын адам біз ғой. Біз бәрін көріп отырамыз ғой. Мысалы, көршіміз көрмейді, ата-анасы көрмейді, ешкім көрмейді. Біз бәрін байқап көріп отырамыз, И сол кезде әйел адамға не болады? Қиындау болады. Ол кісіге сену, ол кісіні кешіру, ол кісіні сөкпеу, мысалы, жамандамау қиындау болып келеді. Қашан қиындау болады? Ол әйел адам өзін қабылдамаса. Өзін қабылдамаған адам, ата-анасын қабылдамаған адам бұл әлемде ешбір адам қабылдай алмайды екен. Сонда күйеуімізге сенімділік деген ол өзімізден басталады екен. Мен өзімді қабылдасам, өзімді ұрыспасам, сөкпесем, өзіме оң көзбен қарайтын болсам, кешірімді болып, мен күйеуімді қабылдау маған оңай болады екен. Мен күйеуімді қабылдасам, маған оған сену оңай болады. Не үшін әйел адам сенбейді күйеуіне? Өйткені оның қателіктерін көріп тұр ғой. Ойлайды, ол қателік жасайды, күнә жасайды. Қалай мен бұған сенемін дейді. Қалай бұл кісі ертең күні үлкен жетістіктерге жетеді деген бір күмән пайда болады. Олар қашан кетеді? Өзімді қабылдасам, мен түсінемін. Кез келген адам ол қателеседі. Кез келген адам кейде дұрыс жасайды, кейде бұрыс жасайды. Ол мен күйеуімнің жолы. И мен жүрегімде махаббатпен ол кісіге деген бір үлкен мейіріммен қарайтын болсам, мен дұға тілейтін болсам, бұл кісі өзінің жолын тезірек табады деген бір сенім пайда болады. Солай, конечно, өзіміздің сенімімізді береміз потом оған. Яғни білдіреміз. Ер адамға сену, ең алдымен сөкпеу. Ең алдымен сөкпеу, қабылдау, судить етпеу деп айтады ғой орысша айтқан кезде. Одан кейін жаңа бір күшті айттыңыз, өзіңізге деген сенім бірінші орында. Керемет. Енді осы жерде жаңа айтып қалдыңыз, өзіңізге сенім деген сияқты. Қазіргі қоғамда енді ер адаммен бәсекелесу деген де нәрсе бар. Тіпті жолдасымен де бәсекелесіп жататын әйел адамдар да бар. Осындай кезде көп жандай маған да дайретке жазады кісілер. Жолдасын жауындай көретін секілді көрінеді кейбір әйелдер. Жауындай көреді, хотя бірге ұзақ тұрған, ортақ балалар да болуы мүмкін. Осындай сәтте сеніммен жаңағы құрметті қалай нығайтсақ болады? Бұл сіз айтып отырған проблема қайдан шығады? Әйел адам кішкентай кезінде ата-анасынан признание алмаған, махаббат алмаған. Одобрение и признание дейді, орысша айтқан кезде сол осы екі сөз әдемі келеді. Қолдау алмаған ата-анасынан. Өседі, ол не істеді, жүрегінде не бар? Мен осылардың қолдауын алу керекпін. Я должна получить признание дейді. Сол кезде күйеуімен бәсекелескен кезде ол негізі оның признаниесін оны мойындатқысы келіп тұр да. Сол жерде проблема басталады. Әйел адам өзіне сұрау керек, маған бұның керегі не? Мен не үшін бұл кісімен қазір бәсекелесіп, мен мойындаса екен деп, қайдан бұл осында бір қажеттілік пайда болды менде деп ойлану керек. Негізі ата-анасымен барлық проблема. Ата-анасына барса, өзінің сезімдерін жеткізсе, ата-анасына айтса, маған сіздердің қолдауыңыз керек, маған сіздердің махаббаттарыңыз керек, маған сіздердің баталарыңыз керек деп. Сол ата-анасынан махаббат алған кезде күйеуіне ештеңке ол ешқашан дәлелдемейді. Яғни тіпті ата-анасы толтыра алмай қалған махаббатты ешқашан күйеу толтыра алмайды. Толтырамайды. Ал оны немен толтырамыз енді? Негізі оны Аллаға деген махаббатпен толтыра аламыз. Кез келген жүрегіміздегі бір бос қалған орын болсын, пустота дейді ғой, тек Алламен толтыра аламыз. Басқа ешкіммен, еш нәрсемен. Мәселен, кейбір қыздар болуы мүмкін, кейбір оқырмандар болуы мүмкін. Ата-анасы мысалға қайтыс болып кетуі мүмкін, мүлде әкесін көрмеуі мүмкін. Бұндай кезде енді ата-анасына қадам жасау жоқ, ата-анаға қадам жасау қиын. Ол махаббатты Аллаға деген махаббатпен толтырамыз, әрине. Кез келген адам ата-анасы бар болса да. Керемет. Енді мындай сұрақ. Әйел адамның рухани әлемі осы отбасыға қатысты деп айтып жатады. Былай айтады да еще, бақытты әйел тең болады бақытты отбасы. Әйелден басталады. Әйел фундамент деп айтады. Қатты келісемін. Күшті. Енді мындай сұрақ. Рухани әлемі бүтін әйел ғана бақытты әйел ме? Рухани әлемі.
және рухани әлемнің тазалығы андай ойдың, сөздің, пиғылдың, көңілдің және көңілдің тіпті пиғыл деп айтады ғой, подсознаниенің, мысалы тазалығы, пәктігі. Мысалы мен үшін солай рухани әлем тазалығы деген. Осы бір тазалыққа қалай жетеміз? Негізі кез келген әйел, ол енді біз альхамдулиллах Аллаға жақын болғаннан кейін, намаз оқығаннан кейін да, Құран оқығаннан кейін тазалыққа жақынбыз. Бірақ бізде бір қандай проблема, нәпсіміз көтеріледі. Біздің қалауларымыз көп болып кетеді. Нәпсінің артынан барған кезде әйел адам сол кезде жаңа тазалығы жоғалта бастайды. Нәпсінің артынан біз қашан барамыз? Басқа адамдармен салыстырған кезде. Басқа адамдардың сторисін көріп аламыз да, ойлаймыз, мыналардың мындай екен, мен де соған талпынуым керекпін. Маған да бұл керек. Бірақ шын мәнінде оған ол керек емес қой. Шын мәнінде керек емес та, оны прям керек қылып тұрған ол жоқ, бірақ басқалары көреді, салыстырады, қызығады, и нәпсінің артынан кетіп қалады. Сол нәпсінің артынан кеткен кезде бағанағы тазалық, Аллах берген тазалықты жоғалта бастайды. Сол қатты әйелге әсерін тигізеді негізі. Мен сол үшін қыздарға айтамын да, сіздерде жамағат болу керек. Ұстаздар болу керек. Аптасына бір рет міндетті түрде кез келген әйел осылай кездесіп, да, домалақ столдың алдында отырып, шай ішіп, әңгіме айту керек. Сұхбет міндетті түрде. Сол кезден Алланы еске түсіру керек, зикірлер, Құран оқып, бірге дұға жасап, бір-біріне бір жақсы сөздер айтып, жақсы бір әңгіме айтып, иә, сол кезде әйел не істеді? Жүрек тазаланады, жүрек тынышталады. Үйіне барған кезде күйеуіне басқа көзбен қарайды. Бала шағасына махаббатпен қарайды. Енді ойлап көріңізші, басқа жерге барады. Бәсеке бәрі жерде. Мен мықтымын, мен күштімін, мен ақылдымын, мен киімім күшті, мен машинам күшті. Сондай бір отырысқа барады, үйіне келеді, күйеуін менже бастайды. Неге оларда бар, менде жоқ? Неге бұл мынандай емес деген сияқты бір сұрақтар пайда болады. Сондықтан міндетті түрде жамағат болу керек. Міндетті түрде сондай ұхти бір өздерін мұсылман кісілермен кездесу керек. Ол әйел адамға өте аптасына бір рет. Жоқ дегенде, кем дегенде аптасына бір рет. Өйткені анау жұма сайын, Аллах не үшін айтқан, жұма сайын анау неге барады ғой, мешітке барып. Уағызды тыңдайды ғой. Сол уағыз, оказывается, бір аптаға жетеді екен. Келесі жұмаға дейін. Келесі жұмада оны уже күші кете бастайды екен. Дәл сол әйел адамдар аптасына бір рет кездесіп тұру керек. Жалпы бұл әйел адамдарға да, ер адамдарға? Да, ер адам, кез келген адам ғой. Керемет. Яғни рухани әлемнің тазалығы ол ортаға да байланысты. Иә, қатты. Және бір деңгейден түсіп кетпеу үшін әркез өзімізге еске түсіру қажет қой. Иә, орта негізі еске түсіріп тұрады ғой көп нәрсені. Жаңа бір сөзіңізде айтып кеттіңіз ғой, Инстаграм не бар, қыздар қарайды, салыстырады, күйеуіне жүгіріп барып неге қиналады. Иә, қиналады. Салыстыру ол қиналу, иә. Жүгіріп барып күйеуіне айтып, неге бізде жоқ деген секілді. Осы тұста, осы заманымыз өкінішке орай тұтынушылық заман деп айтады, потребитель секілді, иә, тұтынушылық бір заманы болып бара жатыр. Осы кезде ең маңызды нәрсе негізі бір арадағы қымбат сыйлық емес, бір құшақ одан маңыздырақ болуы мүмкін ғой. Осы тұста қалай осыны қыздарымызға жеткізсек болады? Қазір мен осы неде сториста осы туралы көп жазатын болдым, көп айтатын болдым. Бұрын мүлдем бұл темаға қатты қарамайтынмын. Неге бұл теманы көтердім? Қанша қыздар келеді маған, күйеумен ажырасам дейді, ол маған ұнамайды, мына жер мынандай, мына жер сондай. Потом уже бүйтіп қараса, қай жерден бұл басталды проблема? Мен подругам сторисынан ананы көрдім. Мен мына блогердің сторисынан мынаны көрдім. Мен нем кем дейді, қай жерім кем? Неге оларға береді? Жұма сайын гүл маған бермейді дейді. Сосын айтамын, айналам, маған да жұма сайын гүл бермейді ешкім деймін да. 15 жылда да гүл алмаған мен деймін да. Бірақ я счастлива говорю. Соны түсінбейді да олар. Олар ойлайды, проблема қайда? Ол ойлайды, егер маған күйеуім көп сыйлық берсе, демек менің қадірім жоғары деп ойлап тұр. Ол ондай емес қой. Мен білем көп әйелдерді, оларға машина берілген, бриллиант берілген, бүкіл әлемнің ең қымбат заттарын берілген, бірақ күйеуінің алдында ол әйелдің қадірі жоқ. Сонда ол подарктер равно қадір ондай емес қой. Олар оны түсінбей тұр да, олар ойлап тұр, ол маған бермесе мен қадірім жоқ деді. Сонда осы жас қыздарға тек соны түсіндіру керек. Сенің қадіріңді Аллах береді оның көзінше. Қалай мысалы айтады, оны махаббатты қалай аламын күйеуімнен, қадір болғым келеді, қалай істей алмайсың.
Сіз тек өзіңіздің жүрегіңізді тазалайсыз, сіз тек Аллахтың разылығы деп кез келген нәрсені жасайсыз, и сол сіздің іс-әрекетіңізге қарап Аллах сіздің қадіріңізді күйеуіңіздің алдында, қайын жұрттың алдында, кез келген бүкіл әлемнің алдында қадіріңізді жоғары қылып қояды. Не үшін? Өйткені сіз ойыңыз қандай? Мен және Алла. Мен барлығын Аллахтың разылығы үшін жасаймын, болды. Мен осылардың мойындатқызғым келеді, осылардың алдында қадірлі болғым келеді, мен осылардың маған басқашалай қарау керек деп бір шарттар қоятын болса, Аллах оны бермейді. Неге? Өйткені адам оны көтере алмайды. Өйткені соған талпынып тұр ғой. Талпынып тұрған кезде оны көтере алмайды. Несімен талпынып тұр? Нәпсісімен талпынып тұр. Ол Аллаға талпынып тұрған кезде нәпсі сәл болса да басыла бастайды. Сол кезде Аллах оған қадірлі де етеді, оны құрметті де етеді, бәрін беріп қояды, көтере алады. Ниетті де дұрыстап қойды. И ол адам оны көтере алады. Одан бұзылмайды да әйел адам сонда. Мысалы, көп внимание берсін, махаббат берсін оған, признание берсін, сыйлықтар да берсін, бриллиант берсін, машина берсін, бәрін берсін, ол әйелді бұзбайды ол. Өйткені ол не болып тұр? Ең ориентир қайда? Мен и Аллах болып тұр. Болды. Ол әйелге Аллах кез келген нәрсені береді. Көп қылып береді. Ризықты да, нығметті де бәрін толтырып береді. Ол барлығын көтере алады өйткені. Одан бөлек жандай махаббаттың негізі 5 тілі бар. Оның біреуі мысалға сыйлық. Қалған 4-еу ол бөлек нәрсе. Біреуі сөз болуы мүмкін, біреуі көмек. Яғни бір іс атқарып көмектесу. Одан кейінгісі прикосновение, яғни құшақтау, бетіне сүйу деген секілді. Сонда 5-ші сыйлық болды, 4-шісі уақыт өткізу. Уақыт өткізу дұрыс. Бірге уақыт өткізу. Бәлкім жолдасының махаббат тілі бірге уақыт өткізу шығар. Тіпті бұл өзінің істерін қойып, жаңағы жұбайының істерін жасап беріп жатқан көмек шығар махаббат тілі. Бәрінде бірдей сыйлық бола бермейді ғой. Әрине. Әркімде әртүрлі. Бірақ әрине ер адамдардың сыйлық беру ол нұр үстіне нұр. Егер өздері қаласа. Мы не против, да? Да, мы не против, да. Классно. Енді мындай нәрсе бар да. Мана бір стористарыңыздан, сол сақталған стористарыңыздан байқап қалдық. Өзімді жоғалттым, не істесем болады деп бір оқырманыңыз сұрақ қойыпты. Сіз айтыпсыз, өзіңізді жоғалтсаңыз, жүрегіңізге үңіліңіз. Сол жүректен Алла тағаланы іздеңіз. Сол кезде сіз өзіңіз табасыз деп айтыпсыз да. Енді осы жерде бір сұрақ туады. Осы жауапты толық ашып айтсақ, жаратушыны қай жерден бастап іздейді? Ол процессте қалай басталады? Адам өзін танудан басталады, негізі. Біріншіден, өз-өзін танымаған адам, өз-өзін білмеген адам, ол Алланы табу қиын болады оған. Осы 1-2 күн бұрын бала-шағаммен әңгіме айтып отырсам, үлкен балам айтады. Мен 7 жасымда дейді. Мен айтамын оларға, бір айтып беріңдер, не істегенсіздер, мен білмейтін бір секреттерім бар ма деген сияқты, біз сонда бір ойым бар да. Сол кезде балам айтады, 7 жасымда дейді, мен магазинге барып, и ойландым дейді. Неге адамдар бір нәрсені ұрлайды? Ол ұрлаған кезде не сезеді? Не үшін оларға қызық ұрлаған деп сонда ой келді маған дейді. И мен шешім қабылдадым дейді. Барып мандарин ұрлаймын. И қандай сезім болады менде, соны көргім келді дейді. Сөйтіп бардым да, мандарин ұрладым дейді. Анау кісі көріп қойды да, и маған ұрыс берді. Сен сұрасаң мен саған берем ғой деп айтты дейді. Ұрыс берді дейді. Мен қорыққаннан дейді, қалтамнан ақша шығардым, мен ақшасын төлейінші деп айттым дейді. И қорқып кеттім дейді. Сол кезде өзі айтып отыр. Мен бір қызық сезім болды дейді, бірақ ол сезім маған ұнамады дейді. Маған ол сезім мүлдем ұнаған жоқ дейді. Сол кезде қараңыз, кішкентай бала не істеп жатыр, өз-өзін танып жатыр. Оған қызық болып жатыр. Ұрлаған кезде адам не сезінеді? Мен ұрласам, мен не сезінемін деген сияқты өз-өзімен бір танысу болып жатыр ғой ол жерде. Мен соны тыңдап, конечно, өзім ойымды айттым, өзім бір нелерімді айттым, бірақ маған қызық болғаны кішкентай болса да, көрдіңіз, біз кішкентай кезімізден Аллах сонда бізге беріп қойды екен, өзіңді таны. Өзің сезімдеріңді, мынандай бір жағдай болса қалай сен өзіңді көрсетесің деген сияқты, сонда Аллах негізі бізге беріп қойды екен. Кез келген бала кішкентай кезінен өзін тануға тырысады. Бір ата-аналар болады, оларды қолдайды, танып жатқан жерінде. Бір ата-аналар қолдамайды. Осы Алланы жүрегінде табу өзін танудан басталады. Ал бағанағы маған келетін қыздар, мысалы, мен ештеңе қызық емес, не істесем де бір өзім жоғалтып алған адам сияқтымын деген қыздар, негізі олар кімдер? Дүниені жақсы көріп қалған адамдар. Біз дүниені жақсы көріп қалған кезде бізді ештеңеге қызықтырмай қалады екен. Өте қызық, Қызық, жүрекпен дүниеге жабыстық па? Жүрекпен кез келген нәрсеге жабыстық, Алладан басқа. Сол дүниеден, сол заттан біз сынақ аламыз. Ол бізге қызық емес болады. Мысалы, көп адамдар келеді, менде ақша өте көп дейді.
бәріне қол жеткіздім дейді. Ақшам да бар, анау да бар, бәрі бар дейді. Мүлдем ештеңеге қызық емес дейді. Не үшін? Ақшаны жақсы көрген адамдар. И ол даже ақша да оған рахат әкелмей жатыр да. Ешқандай дүниелік жалпы рахат алып келмейді ғой. Біздің өйткені нәпсіміз ол шексіз ғой. Ол шексіз нәпсіні только енді жанат жабалады, иә. Сондықтан қазір мына дүниеде оны іздеу ол енді мүмкін емес нәрсе ғой. Поэтому жүректе Алла болмаса біз шексіз бақытсыз боламыз. Өте дұрыс. Шынымен жаңағы цитата алып жазып қою керек екен. Ол нәпсі деген ол шексіз. Иә. Ал оны шынымен де тек қана шексіз жәннат қана толықтырады. Болды. А мынау осы әлемде бәр адамдар не істеп жүр? Нәпсінің артын қуып жүр да, ойлап жүр. Қазір мен осыны бітірейін, осыны алайын, болды, мен нәпсім тоймайды. Тоймайды. Ешқашанда. Өзіңіз бір ай мысалы тек рестораннан тәтті тамақ жеңінші, келесі айтса айтпайсыз, тойдымнан тәтті тамақ. Енді мен жаман тамақ жегенші деп айтамайсыз. Ол нәпсі кете береді. Ананы алады, мынаны. И ол тоқтамайды. Ешқашан бір нәпсі тоқтамайды. И ол нәпсі деген нәрсе андай ғой. Алған сайын ол өсе береді екен. Мәссаған. Өсе береді. И қазіргі 21-ші ғасырдың нәпсісі, мен өз айтам қыздарға, размером галактики деймін да. Мәссаған. Өте үлкен. Бірінші біздің апаларымыздың нәпсісі ондай болмаған. Өйткені олар пылесос болған жоқ, кірмашина болған жоқ. Олар өздері істейтін еді барлығын. И олардың нәпсі сәл тәрбиеленіп отырды. Біздің нәпсіміз тәртіпсіз деп айтамын да. Біздің нәпсіміз кеткен. Ол заманда еще ашаршылық болды. Конечно, бәрі сындырып отырды ол нәпсінің негізі. Бала-шағалар қатты ауырып қалған, қайтып кетеді, сондай нәпсін сындыратын нәрселер өте көп болды. А бізде рахат, бізде коммунальный рай, бізде бәрі бар. И біздің нәпсілеріміз, қазіргі әйелдердің нәпсілері енді нечто. Яғни тойдыра алмаймыз, қоя салу керек. Иә. Енді мына жерде анау сөз айттыңыз ғой. Нәпсіні кезінде сындырып отырған Аллах Тағаланың әмірімен ғой, ол заманның еще қиындығы да бар. Ол кезде ашаршылықпен болсын, әртүрлі репрессияға ұшырап жатты. Сол кезде бір кісі айтыпты да, мен ашаршылықтан қорықпаймын, ол бізді құртпайды, мен тоқшылықтан қорқамын. Мен содан қорқамын, ол бізді құртуы мүмкін деп айтыпты да. Шынымен де осы сөзі прямо ашықтап айтып беріңізді, күшті. Ал енді нәпсі тоймайды деп жатырмыз ғой. Не істейміз енді? Қараңыз, біздің қателігіміз қай жерде? Біз ойлаймыз, нәпсім тойса мен бақытты боламын. Бақыт деген нәрсені Аллах бір жерлерге тығып қойған екен. Біз соны іздейміз ғой, қай жаққа тыққан. Білесіз бе, қай жаққа тыққан? Адамдарға қызмет етуде соған бақыт тығып қойған екен. Нәпсіден бас тартуда соған да бақыт тығып қойған екен. Машалла. Біз нәпсіден бас тартсақ, соның ішінде бақыт бар екен. Ораза ұстаған кезде сезінесіз ғой, бір сезімдер болады ғой, бақытты сезім. Түсінбейміз ғой қаяқтан келіп жатқан, нәпсіден бас тартып жатырмыз. Соның ішіне бақыт тығып қойған екен. Кез келген іс әрекетті Аллахтың разылығы үшін деп жасап жатқан кезде соның ішіне де бақыт тығып қойған екен. Солай біз өмір сүрген кезде іздейміз, бақытты қай жерден тапсам екен деп. Біз ойлаймыз, бақыт деген ол бүкіл мен нәпсілерім жабылса мен бақытты болам. Жоқ, өте үлкен бір қате ой. Негізі бақытты осындай жерлерге тығып қойған екен. Өте керемет, яғни қызмет етуде, шынымен де адам бірге пайдалы болса. Өзіңіз білесіз ғой, қанша пайда әкеліп жатса адамдарға. Бақытты боласыз, жүрегіңіз бір қуанып. Қанша жерден жол ауыртпашылығы, қаражат кетсе де, шынымен де бақыт етеді. Бақыт етеді, және қызмет көрсетуде жасарған. Өте керемет нәрсе. Аллах солай істеп қойған екен. Аллахтың мейірімділігі, бұл кәдімгідей мейірімділігі. Әрине. Одан кейін белгілі бір шектеулер де тіпті бақыт алып келеді. Мәселен, намаз оқу керек қой, мысалы, парыз. Одан бөлек ораза, тіпті Рамазанда адал тамақтың өзін жеуден бас тартып тыю. Соның өзінде бақыт жатыр, шектеулерде және қызметте. Сол шектеулерді біз Аллахтың разылығы деп жасаған кезде, Аллах соны бізге бақытын беріп қойды екен ғой. Көп қылып. Біз өзіміз түсінбейміз, не үшін бақытты болып жатырмыз, шектеп жатыр, бірақ бақыттымыз. Соны адам бір сезсе, негізі осы сезімді, одан бас тартамайды. Одан да көбейеді. Егер Алла разылығы үшін жасап, істесе ғана сонда бізге бір ләззатын береді. Сонда беріп қойды екен. Күшті, қызық. Машалла. Мысалы, отбасы құру да негізі үлкен жауапкершілік қой. Үлкен жауапкершілік, мысалы, сильная и независимая болып, мысалы, өзімен өзі қыз бала жүре беруі мүмкін, бірақ отбасы құру жауапкершілік. Сол секілді оны Алла үшін отбасы құрылса, Аллах Тағала бақытын, ләззатын,
нығметін беріп қояды, қояды. Оңай етіп беріп қояды. Керемет. Енді келесі сұрақ мынандай. Ата-ана баланың бұл әлемге қарар терезесі. Баланың тереңдігі, рухани әлемі осы бала кезінен қалады деп айтып жатады психологтар. Мәселен, сіз де анасыз. Алла қаласа 5 баланың анасы болғалы жатырсыз, иә? Сіздің аналық тәжірибеңізден бізде бір үлгі алғымыз келіп отыр, көп балалы ана ретінде. Баланың рухани әлемі қалай қалыптасады? Бұл болашақ аналарға оған қалай ықпал ете аламыз мәселеміз? Баламен шындықта өмір сүру керек. Искренне, честно надо быть с детьми. Өзімізді идеально етіп көрсетуге тырыспау керек. Ол өйткені бала өседі ғой, ол біледі ертең күні. Мен мамам идеальный емес екен, бірақ она притворялась передо мной дейді да. Сөйтіп білетін болады ертең күні. 6 жасқа дейін бала көп сұрақ қояды екен, иә? Ананы білгісі келеді, мынаны білгісі келеді. 6 жасқа дейін сұрақтарына жауап береміз дейді. 6-дан 12-ге дейін ол тәжірибеде болады. Көреді, мамасының жауап берген сұрақтар рас па өтірік пе? Мысалы, балаға айтады біреулер, мен балам темекі шеккеннен қорқамын дейді да. Ол 6 жасқа дейін баласын алдайды. Темекі шексең өліп қаласың дейді. Темекі шексең өліп қаласың деп алдай берді баласын. Ол 6 жасқа дейін сенеді соған, өйткені балдар қатты сенеді бізге. 5-6 жасына дейін олар бізге өте әрбір сөзімізге сенеді. 6 жасынан 12 жасына дейін тәжірибеде көреді. Анау көршіміз темекі шекті, 1 күн болды, 2 күн болды, әлі өлген жоқ, әлі шегіп жүр дейді да. Мынау көршіміз шегіп жүр. Неге бұлар өлмейді? Сол кезде ол қандай шешім жасайды? Темекі шеккен кезде адам өлмейді екен, демек мамам мені алдады. Қандай шешім? Мамам алдаушы болды. Тәжірибеде сондай өзіне ой салды. 12 жасында ол уже бір тұлға, ол мүлдем бүкіл өмірінде осы 12 жасқа дейін болған нәрселердің барлығына шешім қабылдап қойды. Мамасы алдаушы деген шешім қабылдады. Сондай ой түйді. Папам мынандай екен, өмір деген мынандай екен деген 12 жасында сондай бір өзі ой түйеді екен да бала. Сол кезде біз не істей аламыз только? Балаға келеміз, онымен тек әңгіме айтамыз. Шындықта боламыз. Кішкентай кезінде алдамаймыз. Алдасақ, ол бәрі оны біліп қояды деп айтамын да мен. Олар таза ғой, пәк қой, жүректер таза ғой. Біздің алдағанымызды біліп тұрады. Біз мысалы ішімізде ашуланып, бірақ бетіміз сыртымыздан күле салсақ, оны да біліп тұрады. Мен таңғалатынмын, бір сондай эксперимент болғанда, 4-ші балам 1 жасында болды да, біз оған менің көмекшілерім болатын, нянялар болатын, келетін, қарайтын. Сол кезде няняларым ауыса бастады да, сонда бір уақыт болды, 3 няня ауысты да, бір жарты жылда. Ең қызығы, бостау няня келсе, 1 жасар бала. Ана бос нянен бос екен біледі да, айтқан істемейді. Болды, өзінікін істетіп отырады. Хотя біліп тұр, ана бос екен ғой. Басқа няня келеді, мықтылау болса, уже жоқ, оны айтқан істейді. Мен сол кезде ойлайдым балама қарап, 1 жасар бала, қаяқтан оны білді деймін да, қаяқтан біліп қойды. Кішкентай кезіне Аллах бәрін сап қойды оның жүрегіне. Біз ойлаймыз ғой, кішкентай ештеңке түсінбейді, ештеңке білмейді, ондай емес. Олар барлығын түсінеді, барлығын біледі. Аллах оларға көмектеседі одан. Біз естиміз ғой, 5 жасына дейін баланы хан ретінде қарау керек деп, иә. Негізі көбісі ойлайды деген, хан ретінде деген ол балаға ойына келген бәрін істете беру керек. Ондай емес екен. Хан ретінде деген, мысалы біз екеуміз қазір отырмыз, иә. Хан кіріп келсе біз не істейміз? Екеуміз тұрамыз. Ой деп оған көңілімізді аударамыз, амандасамыз, иә. Оған құрмет білдіреміз. Дәл солай екен, бала кірген кезде хан ретінде оған құрмет беру керек екен. Құрметті алып көрген бала, кішкентай кезінен құрметті алып көрген бала, өз-өзін қабылдау оңай болады екен. Басқаларға құрмет беру оған өте оңай болады екен. Сонда балаға деген шындық керек, құрмет керек. Оған қараған кезде біз түсіну керекпіз. Ол бала ертең күні қате жасайды. Ол бала ертең күні бір нәрсені дұрыс емес жасау мүмкін. Бір өзінің жолында өте көп дұрыс емес шешім қабылдау мүмкін. Біз ата-ана ретінде не істейміз? Қолдаймыз. Ата-ана ретінде оған махаббатпен, батамен, тек дұғамен қарап отырамыз. Тек молиться за детей. Өте көп оларға дұға жасап отырамыз. Осы көмектеседі біздің балдарымызға. Бір қорытындылап жіберсем, ең бірінші ол қандай құрметтеу, яғни бәрін рұқсат ете беру емес, керісінше құрметпен қарау, иә. Сол кезде өзіне де құрмет, басқаларға да құрмет көрсету оңай болады. Екінші нәрсе айттыңыз, тек қана шынайы болу, шындықты айту. Үшінші нәрсе оларға дұға ету. Өте көп, өте көп беріп жүру, иә. Керемет. Енді жаңағы сіз айтып жатырсыз ғой, ата-ананың дұғасы өте маңызды деп. Бір сторисіңізден байқап қалып, шынымен де анау
стористің ішіндегі ақпарат сөздеріңіздің ақиқаттығынан жүрегім ауырып кеткен. Сіз айттыңыз стористе қазіргі аналарымыз өкінішке орай сериал, қалаулым, сондай дүниелерді қарап отырады. Ал барлық көп уақыты сонымен кетеді. Инстаграм, тикток болса да. Ал кезінде біздің керемет ғұламалар шықты, керемет ақыл иелері, білім иелері шықты. Себебі оның аналарының қолында Құран еді. Және олар балаларына әркез дұға етуде еді. Осы туралы тағы да бір осы стористі ашып айтсақ, қалай біз аналарымызға солай бір мотивация берсек дұға етуге. Аналарымыз енді бізден көп нәрсені күтеді. Біздің бақытымыз олар үшін өте маңызды. Демек олар түсіну керек. Бізге ұрсудың орнына, біздің қателерімізді жөндеудің орнына ол кісілер егер көріп отырса, біз осы өмірде бір қате жасадық, оларға ұнамайтын нәрсе жасадық, не істеу керек? Бару керек та Құранды ашу керек. Құран оқу керек, дұға ету керек біз үшін. Өйткені біз олардың дұғаларына мұқтажбыз әрдайым. Олардың дұғасы көп болып кетті деген ондай болмайды. Біз әрдайым олардың дұғаларына мұқтажбыз. Қанша бізге дұға етсе де бізге ол өте қатты керек болып тұрады әрдайым. Анау айтқан ғой, ата-ананың дұғасы әрдайым қабыл болады деп. Мен мамам папама соны көп айтамын. Не берейін, не қылайын сен үшін деп махаббаттарын білдірген кезде тек дұға етіңдерші деймін. Сендердің дұғаларына өте қатты мұқтажбын деймін да. Маған ең сол керек. Бұрында өте көп Құран оқылған, бұрында өте көп дұға етілген балдарына, қазір азайды. Бірақ енді мен ойымша, иншалла осы жайлап қазір соны қайттан келе жатырмыз. Қазір көп менен жасы қыздар да, менен үлкен да барлықтары қазір Құранға сәл бүйтіп жақындап келе жатыр. Өте қуаныштымын оған. Өйткені мүмкін енді осы постсоветский пространство СССР-да, конечно, ол енді басқа әлем болды ол жерде. Құранға жақын болған жоқ ешкімде. Енді оларды біз айта алмаймыз. Вот сендер неге Құран оқымайсыңдар біз үшін деп те ештеңе айта алмаймыз. Өйткені мүлдем басқа әлем болды, мүлдем басқа дүние болды. Ал қазір енді Аллахтың мейірімі барлығы доступны, барлығы бар. Мен ойымша осыдан бір 5-10 жыл тағы да иншалла көп адамдар Құранға жақын болады. Иншалла. Және өзіңіз секілді бір Инстаграмда болсын, әлеуметтік желіде белсенді ілімді таратуға енді аз да болса, тамшыдай болса да көмегін тигізіп жүрген адамдар арқылы да біздің аналарымыз руханиятқа көп бет бұрып жатыр. Сол үшін келісем. Ұстаздардыға шынымен алғыс білдіреміз. Себебі олардың өзінің заманында ұстаз жоқ. Конечно, білмеді ол көп нәрсе. Мәселен, менің заманым ұстазы сіз сондай болсаңыз, олардың заманында ондай болған жоқ. 20 жасында кімге барады? Кімнен сұрайды? Білмейді. Сол үшін бәлкім де бұл қалыпты нәрсе. Біз оларды жандай жазғырып, олай қажет емес. Конечно. Күшті. Енді ата-ана болуға, бала сүюге қандай дайындық қажет? Жаңағыдай айтып жатады ғой, дайындық ол өте маңызды бір нәрсеге дайындалу. Мәселен, мен қыздарға айтам, тұрмысқа шығуға өте бір керемет тұрғыда, саналы тұрғыда дайындалу қажет деп, өзім сондай блог жүргіземін. Сол кезде айтамын, мәселен, біз ентіға дайындалсақ, біз оны жақсы тапсырып шығамыз. Ал біз мүлде ентінің сұрақтарын қарамасақ, білім алмасақ, жаңа ентіға барғымыз келмейді да, қорқып тұрады. Осыншалық бір дайындық, бұл кішігірім ғана заманауи мысал, дайындықтың енді маңызы зор ғой. Тұрмысқа шығуға дайындық енді түсінікті деп айтайық, ойлайық, енді ата-ана болуға қандай дайындық керек? Кез келген іс-әрекет осы дайындықтың басында болып жатқан, соны мүлдем ешқашан ойламау керек, ол менікі деп. Егер дайындықты адам присваивать етіп алса, иемденіп алса, менікі дайындық. Мен дайындалдым, мен істедім, мен дайынмын. Анау ертең күн ата-ана болған кезде ол өте үлкен облом болуы мүмкін. Оны ең бастысы иемденбеу керек. Дайындықты. Тіпті баланы емес, тіпті дайындықты да. Іс-әрекеттерді де. Дайындықтың басында іс-әрекеттерді де кез келген. Өйткені мен білем, қатты дайындалған адамдар, потом олар енді мықты ата-ана бола алмай қалды. Хотя қатты дайындалды. Ол біріншіден. Екіншіден, ата-ана болу үшін ең бастысы адамға махаббат керек. Бала деген, ол білесіз ба,
бүкіл сіздің нәпсіңізге тиеді, нервыңызға тиеді, сіздің ішіңіздегі бүкіл дүниеге тиетін болады ертеңгі күн. Өйткені ол кішкентай адам ғой, ол бұзықшылық жасайды, оған анау керек, мынау керек, оған енді бітпейді керек нәрселер, көп нәрсе керек. Сондықтан менені көп айтатыным махаббат. Егер махаббатқа жүрегіңіз толы болса, сіз бала шағаңыздың істеп жатқан кез келген іс әрекетіне махаббатпен қарай сізге оңай болады. Ешқандай шарт болмайды ол жерде, ешқандай ой болмайды, мынандай болу керек, сен осыдан шықпау керексің деп бала шағаңыз өйтіп қараламайсыз да. Өйткені ол бір адам. Менде 4 балама 4 түрлі ғой. 4-інің ойы да 4 түрлі, мінездері де, қалаулары да, бұл өмірдегі талпынып жатқан дүниелер де 4 түрлі. Өте қызық. Мен соларға қараймын да ойлаймын, не деген бұл сондай бір. Егер менде шарт болса, так бала деген мынандай болу керек. Мен олардың барлығын соған кіргізу керекпін ғой, значит. Олар басқаша болып жатыр ғой, мен айтым, жоқ, сендер мынандай болу керексіңдер. Өйткені мен ішімде бала деген картина бар. Сен сол картинаға сай болу керексің да. Ондай болмайды. Тек жүректе махаббат көп болған кезде, оның барлығына сіз оңай қарайсыз. Оңай ата-ана боласыз. Сіз үшін бала шағаңызбен қарым-қатынасыңыз да оңай болады. Ол жерде өте көп махаббат керек. Машаллах. Яғни дайындықтың өзін менікі деп алмау. Тіпті дайындалсаңыз да әр бала әртүрлі. Шок болып қалуы мүмкін. Белді бір менің балам осындай болу керек деген шаблонда қисынға келмейді. Себебі жаңа Құранда да айтады ғой, саусақ іздеріңе қарамайсыздар ма деп. Әрбір адамның ерекше индивидуально өте ерекше жаратылысы екен. Бір-біріне ұқсамайтындығын айтады да. Керемет. Сұрамас бұрын тағы бір сұрақ қойсам. Біз енді мына заман енді әлеуметтік желілердегі бір заман ғой. Ол да бір маңызды деп айтар едім. Бір істі бастап жатқан кезде, мәселен, біз подкаст түсірсек те, оны әлеуметтік желіге салып, міне түсірдік, міне түсіргелі жатырмыз, міне шығайын деп жатыр деп айтпаса, оны тыңдамай қалуы мүмкін да. Осы кезде андай, қалай айтсам болады, біреулер білсін, көрсін деген бір риякерлікпен тек қана адамдар көбірек білсе екен деген бір ізгі ниеттің арасындағы алтын ортаны қалай ұстасақ болады? Оны білесіз, сіз ешқашан оны точно айта алмайсыз, мен қандай ниетпен бұны жасадым деп. Оны біз мынау дүниеде мен ойымша біле алмаймыз. Оны Аллах бізге ақыретте көрсетеді. Сен мынау іс-әрекетте мені мынандай ниетпен жасадым, мынандай. Мен өзім әлгейін өзім ниетімді айта алмаймын, маған өте қиын. Мен ойымша, мен бәрін Аллахтың разылығы үшін жасап жүрмін. Бірақ мен оны точно білмеймін, жүрегімде не болып жатқанда. Өйткені жүрегімді ашып, өзімді шығара алмаймын ғой өзім жүрегіме. Ол немножко бір сондай бір қиындау дүние да, негізі. Мен ойымша, ол бір аманат па, Аллахтың аманаты ма, сондай бір скрытный нәрсе ма деп ойлаймын. Біз не істейміз, оған көп миымызды ашытпаймыз. Тек оймен болса да Аллахтың разылығы дейміз да, кете береміз. Біз неміз ол жолаушымыз ғой. Жолаушы деген кім? Оның жолы бар. Оның ниеті бар да, амалы бар. Ол жолмен кете береді. Результатты білмейді, нәтиже. Қандай болады, нәтиже Алла береді. Болды. Біздің ең басты мақсатымыз осы жолда тоқтамай кете беру керек біз. Ал егер біз ойланатын болсақ, мен ниетім осындай ма, или дұрыс емес пе, ортасын қайтып аламын, қайтып істесем екен, ондай болса ол бізді тоқтатып тастайды. Онда мысалы ойланып көріңізші, мен бір күшті проект жасайын деп тұрмын да, бірақ ойлап тұрмын, мен ниетім дұрыс емес. Мен ол проект жасамай қоямын. Онда мен 10 проекттен бас тартамын. Мүмкін мен жасай берсем, Аллах ортасына келген кезде ниетімді жөндеп бір күшті проект болатын еді, адамдарға бір пайдасын тигізетін. Мынандай ойлар мен тоқтатып тастайтын болады әрдайым. Сондықтан мен мен білемін, фундаментально Аллахтың разылығы үшін барлығы. Бірақ насколько ол у меня получилось, мен оны білемейді екенмін. Пока ол енді мүмкін емес негізі. Тіпті шайтан уәде еткен ғой оларды. Сол жағынан да, яғни жаман нәрсе, оң жағынан да, яғни сен ниетіңе қара деген сияқты азғырып кейін ол проектті жасатқызбай. Сондай да болуы мүмкін. Тіпті артынан да азғырам дейді, және алдынан да. Алты жерінен дейді ғой. Бұл деген жаңа арты деген өткен шақ екен да. Қорқытады. Кезінде мұндай емес едің ғой, кезінде сен мүбәрек емес едің. Артына қарасайшы деп. Немесе алдыңғы жақтан да. Болашақта сен болашақтан қорық. Білмесін не күтіп тұрғанын деп. Солай да азғырады. Қаласына күшті. Керемет жауап. Енді мынадай бір сұрақ қояйыншы. Біз бір қалалық өмірде тұрғаннан кейін ба, Алматы Астана болғаннан кейін ба, білмеймін, өз басым ауылдық жерде туылғанмын. Әлі сол жақта ата-анам тұрады ғой.
бұл жақта бір асықпайды да адамдар. Сондай бір жай барақат. Өмір басқаша, иә? Өмір басқашалау. Және адамдардың да мен тіпті жүрісінен қараймын да, асықпай жүреді. Асықпай жүреді. Мен де ойға барғанда сәл асықпай жүреді екен. Вот Алматы Астанаға келген кезде мен автоматты түрде бір жерден баруым керек. Уақытым жетіп тұр. Асықпай барсам болады ғой. Жоқ, біз асығамыз. Жалпы мен ғана емес, барлық адамдар солай сияқты асығып жүреді. Себебі мынау қаланың күйбең тіршілігінен. Осы кезде тефеккүріміз де азайып кетеді да, егер асығыстық болса. Осындай бір қарбалас өмірде тоқтап бір сәт ойлану, бір сәт тефеккүр ету. Қалай жасаймыз осыны? Тоқтап бір сәт деген болмайды. Әр секунд сайын. Ол сіз қазір, мен нақты қазір жүгіріп кетем да, бір жерге бар тоқтаймын ғой қазір десеңіз, тоқтамайсың. Сол жерде тоқтатпайды, жұмыс бітпейді, анау алып кетеді адамды бүйтіп, ком сияқты алып кете береді, көбейе береді. Әйел адам аяғындағы почвасын да, аяқ астындағы почвасын жоғалтады. Нервничать ете бастайды, ашулана бастайды, үлгере алмай жатырмын, қолымнан дым келмей жатыр, все из рук валится деген бір проблемалар басталады. Әйел адамға мүлдем болмайды. Асығысуға, бірдеңкені үлгерем деп ашуланып, жанталасуға вообще болмайды. Әйел адам не істеу керек? Әрдайым рахат сезімде спокойно өмір сүру керек. Әрдайым. Білесіз бе, мен бір байқағаным, бұрын мен сондай болатым, қатты асығысатын болатым. Мен бір жерге кешіксем, қатты ашуланатым. Маған ол прям жүрегіме тиетін. Қалай мен кешігіп келдім? Болмайды ол мен кешігіп келдім дейтін да, сондай. Потом уже енді бала-шаға көбейгеннен кейін бір түсінесің да, что сен бәр жерге үлгере алмайтынды. Мен түсіндім, Аллаға тапсырмасам, мен мына дүниедегі мынау іс-әрекеттермен, мынау бүкіл өзімнің жұмыстарымен я не справляюсь. Мен буду с этим справляться, если только Аллаға тапсырсам деймін да. И содан кейін барып, уже бұрында анау жұмыспен әлек болатын едім ғой, қазір оны тоқтатамын да, и Аллаға дұға етемін. Я Раббым, өзін жөндеп қойшы. Өзін айтам, мысалы жарты сағат, ол 30 минут. Сен маған 30 минутты 3 сағат қыласашы қазір. Маған сондай керек болып тұр деймін. Мен үлгере алмай жатырмын. Аллахтың вообще енді мейірімі шексіз ғой. Шынымен сондай болады ғой. Шынымен сондай болады, иә. Кішкентай уақытым ұзарады. Мен ойлаймын, Аллах, қалай мен қанша нәрсе істедім, 25 минут енді кетіпті ғой деймін да. Мен уже бүкіл әлем тірлігін істеп тастадым деймін да. Не деген қызық. И сол кезде әйел адам своевременная дейтін бар екен да. Своевременная деген сондай состояниеға келеді екен. Қай жерде жүрсеңіз де, сіз мысалы 45 минут баратын жерді 20 минутта барасыз. Аллах жолды ашып тастайды. Жеңілдетіп қояды. Неге? Өйткені мен жүрегімде әрдайым Алламен деген қарым-қатынастамын. Алламен деген контакт связь бар. Ұмытпайсыз. Андай емес та, мен тірліктерін бітіріп алайын, потом Аллах есіме түсіремін ғой, сен деген сияқты емес та. Әрдайым, әр секунд сайын жүрегімде Алламен деген қарым-қатынас. Соны ойлап жүресіз. Вот тафаккур сояқтан шығады ғой. Кез келген, даже мен су ішіп жатқан кезде Аллахтың разылығы үшін ішемін. Аллахтың разылығы үшін киінемін. Аллахтың разылығы үшін қазір мен такси шақырамын да, Аллахтың разылығы үшін кетемін. Соның барлығы Аллахпен деп отырған кезде бүкіл іс-әрекетіңіз үлкен сондай бір берекесін беріп қояды. Машалла. Өйткені 4 баламен, өзіңіз ойлаңызшы, 4 баламен проект жасау керек. Үй бар, анау бар, мынау бар. Нереально нәрсе да, былай қарасаңыз. Менен сұрайды, қалай үлгересің деп, подружкаларым қасымда жүреді де, олар маған айтады, қалай үлгересің? Қасында жүрекші, көрекші деп. Ешкім түсіндіре алмайды, мен қайтып үлгеретінін. Мен де түсіндіре алмаймын оны. Ол былай ойға кіретін нәрсе емес. Өйткені Аллах просто берекесін беріп қояды да. Сен үлгересің, кешке барасың, бала-шағамен де үлгересің, сөйлесіп, әңгіме айтып, олармен уақыт өткізіп, күйеуімен де, барлық іс-әрекеттің берекесін беріп қояды екен. Мен сол кезде түсіндім, мен егер оларды былай істап, өзім істеймін деп неғыла берген сайын, талпына берген сайын, олар менен қашады. Мен айттым, я Раббым, пожалуйста, өзің бәрін істеп қойшы, өзің берекесін беріп қой. Өзің жүргізші бәрін деймін да, подкаст болсын, проект болсын, вебинар болсын, семинар, өзің жүргіз, тамақ істеп, бәрін өзің істеші. Я Раббым, пожалуйста, мен білесің ғой, мен әлсізбін. Мен қолымнан ештеңе келмейді. Вот сен өзің көмектессең, менде бәрі күшті болады. Менің задачам все время өзімді әлсіз состоянияны ойыма түсіріп, Аллаға жақындау болды. Қалған бәрін мен үшін Аллах істеп қойды. Уақытты да маған әкеп қойды. Уақыт дегенді маған әкеп қойды. Вот қалай маған керек уақыт, вот сондай істеп қойды. Өзім иногда таңғалатым. Таңертең тұрдым да, біреу айтады, сағат 11-де кездесек. Вообще сағатқа қарамағам. Барын бүкіл нелерін, жұмыстарын бітіріп, сол неге барам, барлық кездесетін жерге. Ұмыт кеткен ғой, қаншада кездесу, кіммен кездесу керек. Ровно 11-де кіреді екенмін да сол жерде. Сол кезде субханалла деймін да, қалай Аллах істеп қойды бұны деймін. Вообще бұны қаншада кездесетінді ұмыт кеткенмін ғой деймін. Әйел адам сондай состояниеде өмір сүру керек. Тем более біздің Алматы сияқты қалада пробкадан пробка ештеңеге үлгермейсің дейді Алматыда.
Ол сіздер үлгермейсіздер деймін да, біз бәрін үлгере береміз Алматыда. Өйткені Алламен жақын болсаң, Аллах бәрін істеп қояды сен үшін деймін да. Машалла. Әйел адамға өте маңызды бұл. Керемет. Осы тұста береке дедіңіз ғой, уақыттың берекесі. Менде бір оқиға болған, айтып бергім келіп тұр. Менде СУ-да оқыдым ғой, Қаскелеңде ғой ол. Қалада жаңағыдай, қала болғанда Алтын Орда жақ қой, сәл қалаға жақын. Жақтан таксиге мінем, менде дәретім де жоқ екен. Бірақ жаңа екінті оқуым керек. Сосын уақытқа қараймын, жаңа Құран кезетте қалған уақыт жазады ғой. 14 минут па қалған. Мен таксидің алдында отырып алғам. Даже таксиден түсіп үйге баратын уақыт, оларына үйге дейін апарып тастамайды онда. Яндекстен такси емес, попутке ұстаймыз ғой біз. Солар жаңа остановкадан қоя салады. Сол уақыттың өзі негізі 14 минут. Әлі қалаға жеткен жоқпыз. И мен дұға етемін да, Аллах, мен уақытқа қарамаймын. Уақыт себебі ол телефонда емес қой. Уақыт ол сенікі. Иншаллах мен үйге барайын, дәретімді алайын және намазымды оқитын деңгейге жетейінші деймін дағы, дұғамды оқи беремін, үлгерейінші деп. Басқа еш істей алмаймын. Таксиді тоқтатайын десем, далада тағы дәретті алу қиын деген сияқты. Сосын білмеймін, мен ол оқиға әлі дене тітіркенеді, әлі мен таң қаламын. Сөйтіп жүрем, уақытқа қарамаймын. Такси өзі тоқтайды, дұғамды оқи беремін. Такси тоқтағанда жүгіріп үйге барам. Сосын жаңа дәрет аламын. Қарасам, әлі бір 5 минут бар екен. Дәрет алып болсам. Қалай? Как? Қалай? Адам түсіндіре алмайды оны. Ешкім түсіндіре алмайды оны. Себебі ақылымыз шектеулі ғой. Жетпейді. Жетпейді. Ал Аллах тағаланың берекесі шексіз. Субханалла. Машалла. Содан сен екіншісінде оқып алдым. Машалла. Қалай сондай ниетіңізбен Алладан осы намазымды жіберіп алмайыншы деген бір сондай қатты мұқтаж болғансыз ғой. Сол мұқтажыңызға сай Аллах беріп қойды да. Уақытты да сіз үшін ұзартып қояды. Ұзартып қоя салады екен. Мақұлық қой, уақыт дегенде ол бір создание ғой. Тоже все подчиняется Богу. Уақытты да жаратқан Аллах тағала ғой. Кез келген нәрсені. Поэтому оны да істеп қояды да, солай машалла. Өте керемет. Біз жаңағыдай кітаптарда менің уақытым, өз уақытым деген нәрсе бар. Содан батыстан келді ғой. Батыстан келді, содан бәлкім бізде сіңіп қалды. Уақытта енді өлшеулі ғой, 24 сағат ішінде, әр сағатта 60 минут деп жаңағыдай өлшейміз ғой біздің ақылымызға. Керек та бір жағынан өлшеу. Бірақ шынымен Аллах қаласа ол уақыттың өзі ұзартылады. Вообще легко. Машалла. Сосын жаңа бір сахабаларды бір сұхбатта айтқан бір сахаба болады екен. Әркез әр намазда жаңа Құранды хатым етеді екен да. Соны естісе мен таң қаламын, өте қатты. Таң қаламыз, Сосын мен ойлаймын, сол кезде ойлап жаңа енді сұрағам ғой. Сонда ол кісінің басқа істейтін тірлік жоқ па не деп сондай Құдай сақтасын сөйтіп сұрағанмын. Сол кезде айтады да, жоқ, оның басқа да тірліктер істепті. Саудамен де айналысқан, өзінің жұмысын да істеген, бала шағасын да асыраған. Бірақ Аллах тағаладан сол уақыттың берекесін сұраған ғой бәлкім. Уақыттың берекесін жасап қойып, Құранды хатым ететіндей намаздар да бар. Өзі талпынған ғой соған. Сол үшін Аллах оған беріп қойды да солай. Қызық, бұл жерде енді уақыттың берекесі. Керемет. Тағы бір сұрақ қойсам. Жаңа ер адам мен әйел адам қарым-қатынасы жайында. Сіздің отбасыңызда балаға қатысты емес, өзіңіздің жолдасыңызбен сіздің араңызда қандай қағидалар бар? Қағидалар ма? Біздің отбасымызда қағидалардың барлығы мен күйеуімнен шығады. Машалла. Сол кісі қандай қағида бар дейді, сол бар. Мен күйеуімді қатты таңдаймын. Сразу айтайын, бұл енді тұрмысқа шыққалы бері тура сондай деп айта алмаймын. Өйткені мен ерке болып өстім, өте қатты ерке болып өстім, өте қатты бұзық болып өстім, өте тәкаппар болып өстім. Тұрмысқа шыққан кезде Аллах біледі ғой, кіммен кімді қосу керек. Маған өте строгий күйеу келді да. Өте. Мен соны ойлап қойдым, не деген қыз күшті да. Ерке болып өстім, и енді маған баланс ретінде сондай бір күйеу келеді, который маған барлығына запрет қояды. Басында мен қатты қиналдым. Одан кейін барып алдап үйрендім. Алдадым прям. Одан кейін үшінші уровень қазір мен түсіндім, что алдауға да болмайды екен ол кісіні. Шындықта болу керек та күйеумен. Мен манипуляция жасап бәрі өзімкін істеп кететін. Ол берекесіз болатын. Күйеуім барма дейді, істеме дейді ғой. Мен бәрібір оны уговаривать етіп, алдап сұлдап бәріп баратынмын. И бірдеңкеге ұрынамын сол жерде. Бір рет сондай болады, 2 рет, 10 рет, 20 рет болады.
соны өзім ойлаймын да, қазір 20 рет болғаннан кейін адам басына тию керек қой, күйеуін тыңдасаң берекелі болады бәрі деген нәрсені ше түсінбеймін. Қанша жыл солай өмір сүрдім, ұрына берем, көп нәрсеге ұрындым. Сөйтіп күйеуім ұрынамын да, сөйтіп күйеуіме келемін, ту бекер сен тыңдамаппын деп айтамын. Вот көрдің бе, айттым ғой саған. Одан кейін барып қазір уже Аллахтың мейірімен, қалауымен, машалла, күйеуімді тыңдаймын. Ол кісі қалай айтады, солай болады. Кез келген менің проектілерімде де сондай. Бала шағамен қарым-қатынас, мен бәрін сол кісіден сұраймын. Ол бар десе барамын, бармайсың десе бармаймын. Хотя менің ойымша ол жерге бару керек, иә, сондай. Ол жоқ дейді ме, мен бармаймын. Мысалы Қырғызстанға бір күшті мероприятияға шақырды жақында. Барғым кеп тұр да, енді барғым кеп тұр. Күйеуіме айтсам да, жоқ дейді, опасно, ол сен қазір 5-ші аяғың ауырады, что қазір дейді. А мен өзім организмді білем, мен спокойно барып келе аламын ол жерге ше. Уверенамын ғой енді соған. Ол айтады жоқ дейді. Мен бой ұсынамын. Мейлі деймін, хорошо жоқ болса, значит, оның берекесі жоқ шығар деп. Сол күйеуіңізді тыңдап үйренсеңіз, тағат ету деп айтады ғой. Өте оңай болады екен. Керемет. Яғни сіздердегі қағида ең бірінші тек қана ер адамның қағидалары. Сол кісі шығады бәрі. Машалла. Ол қандай қағида десе сондай қағида. Иә, ол өзгеріп тұрады кейде қағидалар. Иә, оған да бой ұсынамыз, хорошо, өзгерсін деп. Олай маған өмір сүру оңай болды. Да? Иә, ол мен өмірімді өте қатты жеңілдетті. Өйткені мен ол кісіні қазір тыңдаймын, ақыретте ол кісі мен үшін жауап береді. Мен соған келістім. Мен сондаймын, маған бұл өте оңай. Осыны айтып берейікші. Сіз бір рилста шынымен солай айттыңыз. Осыны бір тағы бір ашық айтып жүрсек. Яғни Аллах тағала оларға жауапкершілік көп бергендіктен, олардың дәрежесі бір саты жоғары. Тек қана осы жауапкершілік көп бергендіктен олар соншалықты жүкті өздеріне алады ғой. Дүниеде де тіпті ақыретте де. Сол үшін де олар бір саты жоғары, иә? Иә, енді содан кейін Аллахтың даналығы ғой ол. Это же Аллах берілген сондай бір ережелер. Ол әйел адамды түсіру дегенде емес. Әйел адам кемістің, вообще ондай тема жоқ ол жерде. Өйткені әрбір адам, біз кез келгенімізде Алла үшін біз өте үлкен бриллиантпыз. Мен де бриллиантпын, сіз де бриллиантпыз. Ауылдағы бір әйел болсын, ол да бриллиант. Кез келген адам бриллиант Аллах үшін. Мен қараңызшы, бриллиант деген оқандай, бриллианттың пайдасы бар ма? Тым пайдасы жоқ қой. Аурудан сақтамайды сені, шипа бермейді, жаманшылықтан сақтамайды. Бриллиант деген нәрсе тым пайдасы жоқ дүние. Бірақ ол қандай? Өте қымбат. Өте қымбат. Ана бриллиант таққан кезде даже әдемі бір комплект тақсаңыз, бір ощущение болады, қызық, әдемі көрінеді ол. Мен соны қызығамын да, мен өзім мысалы бриллианттарға қызықпаймын, маған көп береді, мен оны біреуге сыйлыққа беріп тастаймын, кимеймін ондай нәрсені да, вообще вот ешқашан тақпаймын да, кимеймін да, қызықпаймын да. Бірақ таққан кезде бір сондай ощущение болады, и мен түсінемін, бриллиант өте бір қымбат дүние екен. Қымбат дүние, қадірлі дүние, бірақ пайдасы жоқ. Мүлдем пайдасы жоқ. Дәл сондай адам. Біз негізі өте үлкен потребительміз бәріміз. Біз мынау өмірді, әлемді да барлығын жеп жатырмыз ғой. Ауасында қолдандық. Бүкіл әлемді қараңызшы, бәр жерде мысалы мусор көп болып жатыр, иә. Біз қолданамыз, жей береміз, қолданамыз, ала береміз. Пайдамыз кімге пайда? Бір-бірімізге пайда, Аллахтың мейірімін бір-бірімізге пайдамыз тигіземіз. Ана әлемге қайда біздің пайдамыз? Біздің негізі пайда өте аз бізден. Біз потребительміз. Аллах біз солай жаратқан негізі да. Ала береміз. Мен мысалы біреуге пайдам тигізу үшін мен ұйықтау керекпін. Уже көрдіңіз, потребитель, ұйқыға мен мұқтажмын. Мен дем алу керекпін. Мен дем алмасам, мен ешкімге ешқандай көмек бере алмаймын. То есть бәрібір мен потребительмін. Бәрібір маған бірдеңке керек. Әрдайым маған бірдеңке керек та. Соған қарамастан, Аллах үшін мен бриллиантпын да, бірақ. Машаллах. Соны адам түсіну керек. Бриллиант деген ол қандай? Ол қашан өзін ана бриллиантқа былай светті жақындатқан кезде ол не істейді? Көрінеді, әдемі болып көрінеді, жан-жаққа қарайды, әдемі болады. А свет болмаса, қараңғыда ол кәдімгі тас, ештеңе көрінбейді. Дәл солай біз қашан әдемі болып тұрады екенбіз? Нұрымыз төгіліп, Аллах бізге назарын аударған кезде. Аллахтың назары деген ол Аллахпен біздің қарым-қатынасымыз. Аллахтың разылығы үшін деп жүрген осы біздің ниетіміз. Егер Аллахтың назары болмаса, біз бриллиантпыз, бірақ ешқандай ештеңке бізден жоқ, көрінбейміз, пайда да жоқ, свет те жоқ, ешқандай нұр да жоқ, ештеңке жоқ. Қалай біз айтамыз, біреу Алла үшін деңгей жоғары, біреу оны ешкім білмейді. Кімнің деңгей қайда екенін ешкім бір адам білмейді. Өйткені Аллах айтқан, барлықтарын бірдейсіңдер, бірақ сендерді бір-бірлерінің айырмашылықтарын жүректеріндегі имандарында деді да, болды. Ол жүректердегі иманды кім біледі? Білмейміз ешкім кім иман қаяқта екенін, тек бір Алла біледі, иә. Сондықтан
ешбір адам мен Алла үшін жақынмын, күштімін деп айта алмайды. Барлық адамдар бриллиант, барлық адамдар Алла үшін өте қадірлі. И солай ер адам почему жоғары деп көп жерде солай айтылады, оның жауапкершілігі көп. Ол өте көп жауапкершілік өзіне алады, біз үшін, бала шағасы үшін, ата-анасы да үшін жауапкершілікте екен. Поэтому мен дайынмын ол кісіні тыңдауға, ол кісінің артынан баруға. Күшті. Осы тұста бір Аллах Тағаланың мейірімділігінен бөлек әділеттілігі де бар секілді. Яғни біз оларға осы дүниеде мойынсұнамыз, себебі олар бізге дүниеде де ақыретте де жауапты. Әділетті ғой? Иә, өте әділетті. Осыны анау батыстан келді ғой, барлықтар бірдей болу керек деген. Сол жерден көп әйелдердің ойын бұзып тастады. Енді көп әйелдер қиналып қалды негізі. Батыстың психологиясы біздің дінге, біздің халыққа, біздің тіпті культураға вообще келмейді ғой, мүлдем келмейді. Көп әйелдер қатты қиналады, сол батыстың психологиясын тыңдайды, соларға жақын болады, сол батыстың ережелерімен өмір сүргісі келеді, ал дінге келмейді мүлдем. Ол жерде өткені қандай? Бірнеке ұнамады ма, одан бас тартты. Күйеуің ұнамай қалды ма? Болды, оған айт, мен сенімен ажырасамын де. Онда бәріміз айтамыз да, сөйтіп ажырасып жүре берейік онда. Не болды сонда? Жанұя қайда? Аллахтың разылығы қайда? Мен жүрегімде иман қайда сонда? Сөйтіп жүре беретін болсақ барлығымыз керек емес, мен ажыраса салам дейтін ой болатын болса әрдайым. Дұрыс емес. Қиын. Одан бөлек осы қыз бен жігіттің, ер мен әйелдің деп алайыншы, ер мен әйелдің теңдігі деген батыстан кейін кеңес үкіметінен кейінгі бір кезең болды ғой. Сол кезеңде біраз әсер еткен секілді, себебі өсірген кезде отбасында қыз балаға сен мықтысың, сен қолынан келеді, сен кереметсің деген секілді, ал ер адамға бәлкім еркелетіп өсіру мүмкін. Содан мен есімде мысалға бастауышта бізде бір 5 үздік оқушы болатын. Соның 4-еуі қыз тұғын. Соның 4-еуі қыз. Одан кейін университетке барамыз. Онда да қызыл диплом алған 5 студент болды, 5-еуі де қыз. Яғни бұл жерде неге? Себебі қыз бала өзі қанатын, ата-аналарымыз біздің қанатымызды мықтырақ еткен. Қайта-қайта бізді шыңдағандықтан кейін біз шынымен де кейбір тұста бәлкім ер адаммен теңдес болып қалдық. Осы сәтте ата-аналар қыз балаларға қалай тәрбие беру керек? Қараңыз, бағанағы 5 қыз үздік дедіңіз ғой. Ол қыздың мүмкін 4-еуі мүлдем үздік болғысы келмейді. Олардың қалауы емес, олар бақытсыз. Олар үздік оқиды, олар қызыл диплом алып, бірақ бақытсыз. Маған өте көп әйелдер келеді. Мен 5 қызыл дипломым бар дейді, мен осындай проектлер жасадым, мен бақытсызбын дейді. Мен не үшін бұның бәрін жасадым деп ойласам, ата-анам мені мақтаса екен деп жасаппын дейді. Ата-анам мақтады дейді, и дальше что дейді. Болды, мен бақытты емеспін дейді. Бұл жерде түсіну керек, қызға тәрбиеде айтады ғой, қызды жоқшылық құртады, баланы тоқшылық құртады деп. Қызға өте көп мейірім керек, махаббат керек, и қызға өзіміздің назарымыз керек, папасын, әрдайым әкесінің назары керек. Қызға әкесі әрдайым комплимент айту керек, өзінің махаббатын білдіріп отыру керек. Қызды көп құшақтау керек, сүю керек, алдына отырғызу керек, прям аяғына отырғызу керек, еркелету керек. Мен папам последний раз аяғына отырған кезде, мен аяғым ауыр болған ол кезде сол кезде де аяғына отырғызу еркелететін. Өте көп. Қазірге дейін әкем қатты құшақтап, иіскеп, сүйіп не қылады, хотя мен өзім бір жердің уже анасымын деп не қыламын да, қатты еркелетеді. И өзі айтады, мен папам айтып жатырмын, қараңшы, үлкен балам 8-ші класс оқиды ғой. 8-ші класс оқып жатыр, пап, 1-ші классқа бір ретте ғана жіберген едім ғой деймін да. Бір ретте ғана туылған еді ғой, есіңізде ме десем, папа маған қарап, сен өзің бір ретте ғана туылған едің ғой маған дейді. Сол кезде мен түсіндім да, біз әке-шешеміз үшін әрдайым кішкентай болып қаламыз ғой деген сияқты. Әкесінен өте көп махаббат назарын алу керек қыз. Сол қыз өскен кезде ол махаббатты, назарды басқа ер адамдардан іздемейді. Тұрмысқа шыққан кезде күйеуінің признаниясын алғысы келмейді. Неге? Өйткені әкесінен алды, болды. Ол тойды оған керек. Ол күйеуінің артынан бару оған оңай болады. Күйеуін тыңдау өте оңай болады. Қашан қиын болады? Әкесінен, шешесінен алмаған, тұрмысқа шыққан кезде хотя бы сен берші маған дейді да.
и сол жерде басталады бәсекелес. Керек емес. Ол балаға анасының сенімділігі керек. Ол балаға анасының құрметі керек. Ол баланы анасы ешқашан да дауысын көтеріп сөйлеп, бір унизительный сөздер айтып, вообще ол баланы анасы тәрбиелемеу керек. Тек махаббат, тек құрмет, тек қадірлейміз. Бір жері дұрыс емес, ұнамай жатыр ма, сезімімізді жеткіземіз оған, барамыз да ол үшін дұға тілейміз. Және тәрбиелеп бір кейбір тұстарын сын ретінде айтатын, дұрыс сын ретінде айтатын әкесі болу керек. Иә, ол балаға әкесі айтқан дұрыс. Ол бала әкесінің сөзін көтереді. Ал қыз балаға анасы айтқан. Тек анасы. Иә, менің сөзімді қызым көтереді мысалы. Өйткені мен жай айтамын, мен даже қатты айтсам да ол көтермей, мен анамын ғой. Әкесі айтса көтермейді. Әкесі бізде қыз балаға ешқашан замечание жасауға болмайды. Мен папамнан өмірімде замечание алып көрмегенмін. Никогда сен мынандайсың деп бетіме айтпаған. Біз отырғызатын, сөйлесетін, сұрақ қоятын, қалай ойлайсың, осылай жасаған дұрыс па, дұрыс емес па деп. Мен ұялып кететін өзім іс әрекетіме. Одан да ұрыс берсе ғой деп ойлайтын. Жазғызатын дейсіз ба? Қалай? Отырып сұрайтын дейсіз ба? Жоқ, сұрайды, бізге сұрайды. Осындай болса, бұл дұрыс па, дұрыс емес па деп бізден сұрайды. Мен іс әрекетімді айтып тұр ғой. Мен ұялам сол жерде ше. Дұрыс емес екен білемін ғой, бірақ сол іс әрекет істеп жатқан кезде папам жүгіріп келіп, сразу тоқтатып, мына жерің дұрыс емес қой сен деп ұрыспайтын. Үндемей қоятын. Сол жерден үндемей құшақтап сүйіп кететін. Бірақ біліп тұр менікі дұрыс емес екен. Уақыт өткеннен кейін барып айтатын. Уақыт өткен кезде мен не істеймін? Мен уже тәубеме келемін. Мен уже ұялам ол іс әрекетіме. И папам айтып жатқан кезде, сұрақ қойып жатқан кезде уже ұялып отырамын да. Ал ол маған келіп бетіме басатын болса, мен сындыратын еді. Мен өзімнің ішімдегі женственность деген нәрселердің барлығын жоғалтатын едім. Өйткені папам маған қатты сөйлесе, маған комплимент айтпаса, маған махаббат көзімен қарамаса, да? Мен оны басқа ер адамдардан іздейтін едім. Соған тойып өскен қыз ондай іздемейді. И күйеуім қарады ма, маған қарамады ма, мен білемін, мен бриллиантпын деймін да. Сен айтсаң да айтпасаң да маған какая разница. Мен оны біліп тұрмын деймін да. Сен подарок берсең де, маған бермесең де, махаббатыңды айтсаң да, сен маған комплимент айтсаң да, айтпасаң да, мен білемін мен қандай екенімді. Мен Аллах үшін бриллиантпын. Бітті сонымен. Темам барлығы закрыт осымен деп күйеуіме айтамын да. Мен мұқтаж емеспін оған. Өйткені мен біліп тұрмын барлығын. Болды. Машаллах. Керемет. Шынымен де қыз бала әкеге жақын. Ал ер бала ол көбіне анасына жақын ғой. Иә, ол рас, негізі. Керемет. Менің енді негізгі бөлім аяқталды. Қорытынды бөлім ол блиц сұрақтар. Қысқа да нұсқа жауап берсеңіз де болады, асықпай, ұзақ тоқталып әңгімелессек те болады. Бірінші сұрақ. Әр адамға бір психолог керек деп айтады. Иә. Сіздің психологыңыз кім? Мен психологтарым өте көп. Мен ұстаздарым өте көп, наставниктерім өте көп, ол кісілерді қатты сыйлаймын, құрметтеймін. Біреуін айта алмаймын, өйткені олар өте көп шынымен де. Барлықтары мен үшін өте қадірлі, құрметті адамдар. Жүрегімде үлкен орын алатын. Машаллах. Күшті. Енді екінші сұрақ. Біз баланы емес, бала бізді тәрбиелейді деген сөз бар. Енді сіздің 4 балаңыз не нәрсеге үйретті? Бір 3 қасиетін айтыңызшы. Балаңыздан үйренген. Да. Мен балдардың бойынан байқайтыным, олар қорықпайды. Бір нәрсе жасаған кезде қорықпай жасайды. Маған сол қорықпауды үйретті бірінші. Олар еркіндікті үйретті. Өздерінің іс әрекеттерінде еркін ғой. Біреу қарап тұрау, мен дұрыс емес жасап жатырмау деген ой жоқ оларда. Еркін ғой, естественно жасайды да бәрін. И үшіншісі, олар сезімдерін тез береді екен. Мысалы, мен очередьте тұрмын, қызым миым ашып жатыр, бірдеңе істеп жатсам, жүгіріп келіп, мама, я тебя так люблю дейді. Мүлдем ол жерде бір келіспейтін нәрсе болып тұр ғой негізі. Бірақ оған келді да сезім, сондай жүгіріп келді, соны жібере айта салды. Мен ойымша сол өте дұрыс. Мен де күйеуіме сөйтіп айтып үйрендім. В тему, не в тему болсын любой жерде. Яғни батылдық және еркіндік сезімді кез келген уақытта білдіре алады. Келген кезде білдіре салды. Келген кезде білдіру. Керемет, күшті. Келесі сұрақ. Мынау енді күшті сұрақ. Жәннатта иншаллах қалағанымыздың барлығы болады деп айтады. Сіз ең алдымен нені қалар едіңіз? Жәннатта ма? Жақындармен, мен сүйетін адамдармен, бәлкім бүкіл елімен, да? Мен танитын, танымайтын. Мен ойымша барлық адамдар жәннатқа кірсе иншалла, иә. Екіншіден, сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол кісімен әңгіме айтып отырсам, шай ішіп. Күшті. Иә.
келесі сұрақ та осыған қатысты. Жауапқа сай келіп қалды ғой. Жаннатта не қалайсыз? Пайғамбар жасаммен сөйлесу. Келесі сұрақ. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам көрсеңіз, не айтар едіңіз? Бір ретте жауап бердім осы сұраққа, ештеңе айта алмас едім. Ол кісіні көрген кезде адам басын көтере алмай қалады, менің ойымша. Қиын, сөйлеген қиын болады. Егер смогла бы собраться, да, махаббатымды айтатын едім мүмкін. Благодарность айтатын едім, да, рахмет деп. Бірақ менің ойымша сөйлеуге нереально болатын еді. Ал жәннатта мана сөйлескім келеді дедіңіз ғой. Енді ол уже бірінші встречадан кейін өтіп кеткеннен кейін ғой, әңгіме айтып отырамын ғой. Шай ішіп отырамын. Иә, бірінші встреча міне енді көрген кезде ештеңе айта алмайсыз. Ол мүмкін емес менің ойымша. Келесі сұрақ, қай сахабаның қасиетін, мінезін алғыңыз келер еді? Маған Омар радиаллаху анху, сол кісі өте қатты батылдығы ұнайды, тік мінездігі ұнайды. И дәл солай Абу Бакр радиаллаху анху, ол кісінің маған жомарттығы и көркем мінезділігі. Екеуі бір-біріне қарама-қайсы ғой, негізі былай қарасаңыз. Маған сондай ұнайды. Мен ойымша, адам батыр да болу керек, батыл да болу керек, мінезі де сонда қайсарлы болу керек. И дәл солай соның қасында мейірімді болу керек, махаббатқа толы болу керек, и көркем мінезді болу керек. Екі шертте алып жүру керек. Машалла. Күшті. Келесі сұраққа, жәннатта ең алдымен өзіңізбен бірге кімді көргіңіз келер еді? Осы өте қиын сұрақ. Иә. Ең алдымен өзімен кімді көргіңіз келеді? Бәрін деп айтуға болмайды ма? Болмайды. Соңын мен үлкен бір нем бар, үмітім бар, соңына дейін мен туысқандарым ешкім көрмейді осы подкастты деп. Өйткені ата-анамды деп айтсам, күйеуім айтады, неге сен мен айтпадың деп. Күйеуімді айтсам, ата-анам айтады, неге сен бізді айтпадың. Бала-шағамды айтсам, бала-шағам өте көп, қайсысын айтам, иә. Күйеуім деп айта салайын. Өйткені жүрегімде бірінші сол келеді, күйеуім деп айтқым келеді. Потом ұяламды, күйеуім деп айтқан кезде басқаларды айтпаған ұят қой деп, бірақ жүрегім тыңдасам бірінші күйеуім деп келеді. Сол кісімен. Керемет. Иншаллах орындалсын. Амин. Одан кейін ата-аналарыңызды көрісіп жатасыз бірден, иә, иншалла барлығын, иә. Одан кейін сұрақ, адамда арман көп. Сіздің дәл қазіргі арманыңыз? Қазіргі арманым проектілер бар да ойымда. Өте үлкен, сондай бір адамдарға пайдасын тигізетін солар. Өзім ойлап қоям, проектілерімді айтсам, айтатын шығар, өзі аяқ босанайын деп тұрған әйел. 9 айда баласын айтса болады ғой деп, өзім ойлап қоям, жоқ бәрін үлгерем ғой деп. Шындығында айтсам, ойым проектілер бәрібір. Бір сонда үлкен, осы біздің жасөспірімге пайдасын тигізетін, әйелдерге пайдасын тигізетін проектілер бар ойда, иншалла. Солар болса екен, сол болып кетсе екен, жеңілдігімен. Мен аны проект жасаған кезде ешқашан қиналғанын жақсы көрмеймін. Мен не істесем де қиналған жақсы көрмеймін. Мен өте сондай бір ерке, лентяй болып өскен қызым ғой. Қиналу деген мен үшін өте бір енді жаман нәрсе да. Мен ондайды қатты жақсы көрмеймін. Мен тек рахаттанып, оңай, жеңіл бәрін істеген жақсы көремін. Кез келген проектім болсын, семинар болсын, не болса да маған ол жерде оңай, рахат болу керек. И соны мен Алладан тілеген кезде сөйтіп айтамын, я Раббым, мен проектті жасаймын, жеңілдетіп қойшы бәрін, пожалуйста. Білесің ғой, мен тез шаршап қаламын, мен қашып кетемін, оны істемей деймін да. Поэтому соны жеңілдетіп қойшы, что мен ештеңе істемей өз-өзіме болып кете берсінші деп. Поэтому арманым сондай. Проектлердің барлығы берекелі өз-өзіме болып кетсе екен. Машаллах. Арманыңыз орындалсын. Амин, рахмет. Манағы тағы да айтылған нәрселер, яғни қандай сахабаға ұқсағыңыз келсе, сол сахабаның қасиеттерін Аллах тағала бойыңызға салып қойды, нәсіп етсін. Амин. Жәннатта да иншаллах. Рахмет. Жәннатта да иншаллах қалаған жандарыңызбен, барлығымен деп айтып жатсыз ғой бірден, иә. Барлығымен бірге болуды нәсіп етсін. Амин. Рахмет үлкен. Алла разы болсын сіздерге. Керемет сұхбат болды менің ойымша. Иншалла сондай болсын, иә. Иншаллах жүректерге жетеді деп үміттенеміз. Аллах сізден разы болсын. Осындай бағалы уақытыңызды қиып келгеніңізге, шақырғандарыңызға рахмет. Ашық бізбен сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Аллах сізден разы болсын. Амин. Благодарю. Рахмет. Алла разы болсын үлкен. Көркем тыңдағандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Хош, сау болыңыздар. Подкастты қолдағыңыз келсе, төменде реквизит көрсетемін. Сол жақта қолдай аласыздар. Ендеше сау саламатта болыңыздар.